Бөдене жұмыртқасын әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолдануға болады. Анемия, жоғарғы және төменгі қан қысымы және қатты бас аурулары. Оның көмегімен сіз иммунитетті арттыра аласыз. Асқазан ішек жолдарының ауруларын, ойық жараларды, гастрит пен панкреатитті емдей аласыз. Нерв жүйесінің және анемия мен қант диабетінің бұзылуымен бөдене жұмыртқасы да алмастырылмайтын болып табылады. Мысалы, диабетпен ауыратындарға бөдене жұмыртқасын жеуге кеңес береді. Бұл жағдайда қанттың мөлшері 2 бірлікте азайтылуы мүмкін. Қажетті тамақтану кезінде таңқаларлық нәтижелерге қол жеткізуге болады. Мұны дәрігерлердің байқаулары да растайды. Диетамен бірге бөдене жұмыртқаларын жеу иммунитетті нығайтуға, метаболизмді қалпына келтіруге және жақсартуға көмектеседі. Оның құрамында фосфор мөлшері көп болғандықтан бөдене жұмыртқасы потенциалды жақсы стимуляторы болып табылады. Балаларға бөдене жұмыртқасын күніне 2-6 дана қабылдау керек. Мөлшер жасына байланысты. Ал ересектер күніне 4-6 дана тамақтануы керек. Сонымен қатар оларды күнделікті таңертең және аш қарынға жеу керек. Бөдене жұмыртқасын жеген жақсы шикізат. Жүйелі түрде кем дегенде 3 ай үзіліссіз қабылдаңыз. Денеге пайдалы әсері 2 аптадан кейін көрінеді. Күнделікті қолжетімді бағада бөдене жұмыртқасын қолданып денсаулығыңызды нығайтыңыз. Деніңіз сау болсын.